Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылы. Үшқоңыр орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қуандыкова Альмира Ерлановна. Сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 бөлім 4 түлік мал мен егіншілік елдің берекесі. 6 сабақ. Сабақтың тақырыбы ат мұратқа жеткізер. Оқу мақсаты: проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру. Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Оқушылар, аудиожазбаны мұқият тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі 23 ұлт жылқыны киелі жануар деп есептейді. Соның бірі қазақ халқы. Қазақ халқының өмірін ешқашанда жылқысыз елестету мүмкін емес. Басқа көптеген жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді, бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус екендігі. Яғни, жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көріп тұра алады. Сондай-ақ, жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді. Жылқының 5 мүшесі өте жақсы дамыған. Олар құлағы, көзі, аузы мен мұрыны және сезім түйсігі. Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін бірден сезіп қояды. Сондай-ақ оның құлағы өте сақ, көзі көреген, мұрыны иіс сезгіш, аузы кез келген дәмді ажырата алады. Дүние жүзі бойынша жылқының 160-тай түрі бар. Солардың ішінде тұқымы жағынан ең тазасы араб тұқымдас жылқы болып саналады екен. Жылқының жасы мен денсаулық жағдайын атбегілер оның тісіне қарап ажыратады. Ата-бабаларымыздан қалған жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл соған байланысты туындаған болар. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Біздің аңыз ертегілерімізде, батырлық жырларымызда ақылды, күшті тұлпарлар мен олардың иесі қысылғанда көмекке бірінші болып келетіндігі туралы көп айтылады. Мысалы, Қобландының Тайбұрылы, Алпамыстың Байшұбары, Ер төстіктің Шалқұйрығы, Қамбардың Қарақасқасы иелерімен бірге жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын әртүрлі жарыстар мен ойындар да баршылық. Жылқының жүйріктігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, бәйге аламан бәйге, жорға жарыс сияқты бәйге түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Ал көкпар, аударыспақ, ат омыраластыру, ат үстіндегі тартыс, жамбы ату, қыз қуу, теңге ілу, салма ілу сияқты ойындар жылқының да, оған мінген жігіттің де мықтылығын анықтаған. Бірінші тапсырма. Тыңдаған аудиожазбадан жылқы жайлы қандай қызықты деректер білдік? 3 мысалдан жазыңыздар. Екінші тапсырма. Жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген тұлпарлардың атын жаз. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға ауызша жауап бер. Бірінші сұрақ. Жылқының жүйріктігін сынайтын бәйге түрлерін ата. Екінші сұрақ. Жылқының оған мінген жігіттің мықтылығын анықтайтын ойындарды ата. Төртінші тапсырма. Аудиожазбада айтылған нақыл сөздерді тап, мағынасын айт. Үй тапсырмасы. 58 бет, 9 тапсырма. Мақал-мәтелдерді оқы. Жылқы малының бойындағы қасиеттерді теріп жаз. Ұнаған 2 нақылды жаттап ал. Сау болыңыздар балалар.